Тіналина Дариға Біләлқызы қазақ киносындағы алғашқы әйел режиссер. Дариға апамыз 1921 жылы 17 наурызда Ақмола облысы Ақжар ауылында дүниеге келді. Әкесі Біләл Тіналин ақын Сәкен Сейфуллинмен серіктес болған. 30 жылдардың қиындықтарын көріп өскен Дариға Алматы театр училищесінде білім алады. Ал 1939 жылы Мәскеудегі Бүкілодақтық мемлекеттік кинематографистер институтына актерлік шеберлік мамандығына түседі. Ол сол кезде көптеген фильмдердің басты рөлдерінің бірін сомдап шыққан. Айдар қайда? Ол үйден шықпайтын болған. 1953 жылы Дариға Тіналина Мәскеудегі институтта режиссерлік бөлімді тәмамдайды. Осылайша, ол жоғары кәсіби кинематографиялық білім алған, қазақтан шыққан алғаш әйел режиссер атанады. Мосфильмде небір саңлақтармен 22 жыл қызмет ете жүріп, Қазақстанда Алыстағы тауда, Қырғызстанда Салтанат, Түркменстанда Ерекше тапсырма, Ресей мен Украинада Илья Муромецпен әзіл ретінде де Байыпты да атты киноларда түсірген. Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшесі Любовь Шашкова Дариғаны өте тәуелсіз және бірбеткей адам ретінде сипаттайды. Оның айтуынша, ол өз халқы үшін қатты алаңдаған. Бірде Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының өмірі туралы деректі фильм түсіріп жатқанда, ол оператордан адамдардың қандай кедейлікте өмір сүріп жатқанын, балалардың қандай жай күйін түсіру керектігін сұрайды. Бұл кадрлар фильмге кірмеді. Бірақ ол Дариғаның жаны халықтың тағдыры үшін ауыратынын анық көрсетті деп түсіндіреді Шашкова. Дариға Тіналина қазақ тілінің жанашыры. О бастан фильмдерді қазақ тіліне аудару мәселесін қолға алғандардың бірі. 30 жылдан астам уақыт еңбек жолында қоңыр даусымен 1000-нан астам фильмді дубляждаған. 1964 жылдан қазақ фильмнің режиссері ретінде әлемдік және кеңестік алтын қордағы көптеген фильмді қазақ тіліне дубляж жасаған. Сол жылдары режиссерлер негізінен ер адамдар болатын. Дариға Тіналина өз үлгісімен әйелдердің кем емес, кей сәттерде жауапты екенін көрсетті дейді актриса Гүлназит Омарова.